Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай болып, ажурный болып шығатын, бір жасағаннан шығатын өте дәмді кестелі құймақтың жасалу жолымен бөлісемін. Дәл осындай мөлшермен жасасаңыз, бұл құймағыңыз міндетті түрде бірден ажурный болып шығады. Каналымда көптеген пайдалы рецепттер бар. Өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысқа 500 мл сүт қосамыз. Алдын ала қайнатылған жылы судан 500 мл қосып, осының үстіне 3 жұмыртқаны салып араластырамыз. 4 ас қасық қант және де 1 шай қасық тұз қосамыз. Жарты шай қасық ас содасына аздаған алма уксусын қосамыз, яғни дәмі шығып кетпес үшін. Немесе разрыхлитель қолдануға болады. 4 ас қасық сұйық май қосып, барлығын ерігенше араластырып, осының үстіне алдын ала елеуіштен өткен ұнды да қосамыз. Ұнды толықтай түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Достар, алдағы уақыттарда менің каналыма көптеген осындай пайдалы рецепттер шығады. Өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Қызып тұрған пеште аз-аздан сала отырып, біртіндеп құймақтарымызды пісіріп аламыз. Құймақтардың толықтай жасалуы астындағы, яғни описание бөлімінде толық жазылып көрсетілген. Дәл осы рецептпен алдын ала тапсырыс алып, сатылымға шығарсаңыз да болады. Яғни бір жасағаннан шығады.